болчу. Убакыт көп Гамманы кетет. өткенде көрсеттім ғой сіздерге. Гаммада презентация, гамма деп қой. Gemini'да. Жемениге. Gemini'да презентация жасауды көрсетіп өткен едім ғой сіздерге өткенде. Тура канвасты қосасыздар. Канвасты қосып, канвада сіздерге презентация жасап береді. Бүгін енді мен айттым, маған аквапоника саласы бойынша жобаға қаржы табу керек. Сол жобаны спонсорларға көрсетуге арналған сайт жасап бер дедім Gemini'ға. Біріншіден мына жерде канвасты қосасыздар. Содан соң аквапоника жобаңызға инвесторлар мен демеушілерді тарту үшін заманауи кәсіби және сенімді көрінетін белгілі сайт керек дейді. Сайт керек. Бұл сайтта жобаның тиімділігі анау тақырыптардың барлығы жазылады ішінде. Бірден жасап берген сайты міне. Оның кодын мына жерде көре аласыздар. Код предпросмотр деген сияқты тұрады. Оны түсінбейміз ғой. Бұны бұны жариялай алмайсыздар бірден. Бұны кәдімгідей веб-хостинг сатып алып, сол жаққа мына сайттардың кодтарын барлығын тіркеп, бесплатно интернетте көп, сол жаққа салып қойсаңыздар, сайт ретінде сіздердің веб-беттеріңіз тұрады. Мына жақта Вот барлығын өзгертесіздер міне. Жазылып тұрған кодтардың ішіндегі адрестерін. сайт міне. Кәдімгідей мықты сайт жасап береді, сенімді түрде. Жоба туралы, артықшылықтары, инвестиция, контактілер, демеуші болу деп басса, міне аты жөні тұрады, электронный почтасы, және хабарлама, сұрақтар, презентацияны сұрау деп. Осылай жүзеге асады. Бұл Gemini арқылы сайт жасау. Яғни бұл Canvas деген тек қана презентация жасауға арналған емес деп айтқым келген ғой. Бұл жерде сайтты жасап береді сізге, Word документте жасап береді, план жазып береді, Excel жазып береді, кез келген затты жазып бере береді. Яғни Canvas деген белгілі бір затты жазу. Canva не істей алады? Соның ішіндегі барлық заттарды жасайды. Бұл Google программадан табамыз ба бұны? Canvas'та? Gemini'дің ішінде, Gemini. Gemini'дің ішінде ма? Gemini'ді скачать етіп аласың ғой неге содан кейін? Мына Gemini'ға кіресіздер. Gemini. Создать изображение деген бар, научиться что-нибудь. Мына инструменттердің ішінде мына Canvas деген бар ғой. Canvas. Осының ішіне кірсеңіздер, мына жерге жаза бересіз. Не істеу керек? Осы жерге жазып, ары қарай сайт, презентация, басқа жұмыстардың барлығын жасай беруге болады. Бұның ішінде, Gemini'дің ішінде айтпақшы. Мына жерде перейти на плюс деп тұр ғой. Яғни ақшасын төлеп, ай сайын, міне AI Pro деген бар. Google AI Pro. Оның ішінде Flow деген бар. Flow. Яғни жасанды интеллектке арналған видео жасауға. Менің жаңа YouTube каналымдағы заттардың барлығы осы арқылы жасалынады. Оның ішінде осы Whisk деген бар. Оның ішінде кейіпкерлерді создать етуге болады, искусственный интеллект арқылы көп деген заттарды жасай беруге болады осының ішінде. Бірінші ай бесплатно. Егер бір ай қолданып көрем десеңіздер болады. Сіздерден ешқандай ақша алмайды. Жалпы бір айдың ішінде көптеген видеоны, басқа заттарды жасап алуға болады деген ғой жалпы. Ал Еуропада оқып жатқан университетте еуропалық студенттеріңіз немесе таныстарыңыз бар болатын болса, оларға бір жылдық бесплатный версиялар бар. Соны жасатып, өзіңізге алсаңыздар да болады. Еуропалық студенттерге. Яғни еуропалық аккаунт, университеттің аккаунты, еуропалық номер, сондай заттар керек болады. Осыны жасап алсаңыздар болады. Турция бола ма? Нені? Болады. Турция болады ма? Болады. Турция болу керек, Бір жылға Gemini'дің барлығының шексіз қолдана бересіздер. Өте керемет, Мыналарға қазір мен инструменттерді 4-5 сағат жасайтын болсам, уже менде лимит сұрайды. Арғы лимит бітіп қалады, басқа аккаунтпен кіру керек, басқа аккаунтқа қайтадан Gemini'ға түсіндіріп отырасыз жасап жатқан затыңызды деген сияқты. Жасағанда сөйтті ғой кешінде бірінші күні ұзақ болды да солай сұрады ғой. Сол. Қоя қойып уақытысын көрсетті, осыдан кейін жұмыс істейсің.
иә, сондай болады. Есігін істетіп қойсын.